Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Сонымен елімізде жаңа маусым басталды. Өткен демалыс күндері Қазақстан Премьер-лигасының бірінші тур ойындары өткен болатын. Енді соған жасаған шолуымызды назарларыңызға ұсынамыз. Атыраудағы Мұнайшы стадионында жергілікті Атырау мен Семейлік Елімай командалары кездесті. Ойындағы есепті 11 минутта алаң иелері ашты. Гол авторы Едіге Оралбай. Семейліктер жауапты тез қайтарды. 15 минутта қонақ команда сапындағы сербиялық футболшы Фейсал Мулич көзге түсті. Ол Елімайға Талдықорғандық Жетісудан ауысып келген тәжірибелі Серікжан Мұжықовтың көтерген тобын голға айналдырды. Екінші таймның басында Елімай ойыншылары өз айып алаңында тәртіп бұзып, атыраулықтар пенальти тебу құқығына ие болады. Оны Атыраудың бразилиялық футболшысы Барбоза сәтті орындады. Қорытынды есеп 2-1 Атырау чемпионатты жеңіспен бастады. Түркістан аренада Шымкенттік Ордабасы Ақтөбе командасын қабылдаған болатын. Чемпионаттың жоғары орындарына үміткер бұл екі команданың кездесуі тартысты өткенімен матчта салынған гол болмады. Қарсылас командалар тең ойнап, ұпай бөлісті. Тобыл арена манежінде Қостанайлық Тобыл Премьер-лиганың дебютант командасы Жезқазғандық Ұлытауды қабылдады. Алаң иелері өздерінің фаворит екенін ойын басталысымен көрсете білді. Және 42 минутта Ислам Чесноковтың әдемі ойын өрнегі және пасынан кейін белорус Николай Зигневич матчтағы есепті ашты. Ал ойынның 74-ші минутында өткен маусымның үздік сұрмергені Ислам Чесноковтың өзі де гол салып көзге түсті. Исламға пас шығарған Наурызбек Жагоров. Ислам Чесноков. Қорытынды есеп 2-0 Тобылдың сенімді жеңісі. Қызылорда қаласының Ғани Мұратбаев атындағы стадионында құрамында тек отандық ойыншылар ойнайтын жергілікті Қайсар мен астаналық Жеңіс командалары кездескен болатын. Ойында салынған гол болмады, командалар тең тарқасты. Түркістан аренада жергілікті Тұран Премьер-лигаға қайта оралған көкшетаулық Оқжетпес командасын қабылдады. Ойындағы есепті 31 минутта қарсылас команда қорғаушыларының қателігін пайдаланған Тұран командасы ашты. Гол салып көзге түскен өзбек футболшысы Шохбоз Омаров. Ал 70-ші минутта тағы да сол Шохбоз Омаровтың соққысынан кейін доп Оқжетпес командасының қақпасында туылады.
Дегенмен бұл гол Туранның ресейлік футболшысы Лука Сгурскийдің атына жазылды. Себебі соққыдан кейін доп жолшыбай Лукаға жанап тиген деп есептелді. Қорытынды есеп 2-0 Туранның жеңісі. Петропавлдық Қызылжар Тобыл Арена манежінде Талдықорғандық Жетісу командасын қабылдады. Ойындағы есепті 23 минутта Қызылжар ашты. Гол салып көзге түскен Самат Жарымбетов. Бірақ қонақ команда берілмеді және олар 77 минутта есепті теңестіре білді. Гол авторы қазақстандық жартылай қорғаушы Дмитрий Шмидт. Қорытынды есеп 1-1, ойын тең аяқталды. Ал бірінші тур ойындарын Астана Аренада Астана мен Қайрат командаларының арасындағы супер матч жапты. Матч барысында көптеген гол салатын сәттер туындалып жатты. Ал бірінші голды ойынның 41 минутында Астана салды. Оны алыстан теуіп хорват Марин Томасов керемет орындаған болатын. Бұған жауапты Қайрат екінші таймда берді. 66 минутта аты әлемге шығып жатқан 16 жасар Қайраттың вундеркинді Дастан Сатпаев гол салып кетті. Екі команданың да жеңісті жұлып кететін мүмкіндіктері болғанымен 1-1 есебі матч аяқталғанша өзгермеді. Командалар тең тарқасып ұпай бөлісті. Енді назарларыңызға осы бірінші тур ойындарынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Турнирлік кестенің басында 3 ұпай иемденген Тобыл, Туран және Атырау командалары орналасты. Кестенің соңында ұпай ала алмаған командалар Елімай, Оқжетпес, Ұлытау келеді. Қалған командалар тең ойнап 1 ұпайдан алды. Бұл әрине чемпионаттың басы бірінші тур қорытындысы ғана. Алда әлі күзге дейін көптеген ойындар бізді күтіп тұр. Осымен футболдан 2025 жылғы Қазақстан чемпионатының бірінші тур ойындары бойынша жасаған шолуымыз аяқталды. Чемпионаттың келесі екінші тур ойындары 8 және 9 наурыз күндеріне жоспарланған. Біздің арнада болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.